Алмұрттың құрамында В тобының барлық дәрумендері, сонымен қатар С, П және ПП дәрумендері көптеп кездеседі. Басқа жемістермен салыстырғанда алмұртта мырыш, бал, молибден, никель, фтор, йод секілді пайдалы элементтер өте көп. Оның жазғы сорты марганецке, ал қысқы сорты темірге бай. Үнді ғалымдары алмұрттың жас жапырақтарында фенол болатынын айтады. Алмұрттың жапырақтарын барлық елде тершеңдікке қарсы қолданады. Бүгінгі видеода алмұрттың әйелдерге қандай пайдасы бар және әсері қандай сол жайлы айтатын боламын. Бұл сіздерге пайдалы болады, сондықтан видеоның соңына дейін қараңыздар және тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сонымен, алмұрттың әйел ағзасына қандай пайдасы бар? Әйелдер үшін басты пайда қартаюға қарсы қасиеттер. Жемістің құрамында Е дәрумені мен жасушаларының қартаю процесін тежей алатын көптеген антиоксиданттар бар. Жемістің төмен калориялы құрамы оны фигураға зиян келтірмей тұтынуға мүмкіндік береді. Алмұрт депрессияны жеңуге көмектеседі және етеккір кезінде анальгетикалық әсер етеді. Овуляция кезінде жемістің пайдасы әйелдің гормоналды фонын қалыпқа келтіру болып табылады. 50 жастан асқан әйелдерге арналған пайда қатерлі ісіктен қорғау. Алмұрттағы С дәрумені мен мыс ісіктердің дамуына жол бермейді. Денені жасушалық деңгейде қорғайды. Қарап тұрсақ, бұл жемістің үлкен кісілерге де үлкен пайдасы бар екен. Алмұрт жемісін қаншалықты жиі тұтынасыз және әйелдерге осындай пайдасы бар екен білдіңіздер ме? Комментарийге жаза кетіңіздер. Келесі видеода жүкті әйелдерге және балаларға қандай пайдасы бар, сол жайлы тақырыпты қозғайтын боламын. Ал осы видео ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпа. Келесі пайдалы видеода көріскенше.